Екене коронавирус деген өтірік екен. Айтса, өтірік итальян депутаты айтты, коронавирус жоқ дейді. Біздің әнші блогерлер инстаграмнан салып жатыр, коронавирус жоқ дейді. Сен танысың бар ма ауырып қалған? Жоқ. Мен танысым жоқ, сенде ше? Жоқ қой. Сонда осы күнге дейін әшейін карантинде үйде отырдық қой, прикинь. Прикинь. Қашанғы үндемей отыра береміз. Өкіметке айту керек қосын бәрін. Біз айтпағанда кім айтады, айтшы. Онда мен айтам. Халықтың көзін мен ашам. Кала, камераны қос. Құрметті өкімет, біз осы күнге дейін үндемей шыдап келдік бәріне. Және де дальше шыдаймыз. Уайымдамаңыздар, сіздер жұмыстарыңызды істеңіздер. Біз карантинде үйге отырамыз, жақсы. Полиция шақырдыңыз ба? Шақырмасам келген енді жоқ, конечно шақырдым мен, полиция қайда жүрсіңдер? Ашуланбаңыз енді. Қалай ашуланбайсың, сіздер келем деген уже машина қойып қалған шығарып жүре алмай. 3 сағат жоқсыздар, оны таппаймыз қазір. Әйеліңіз ба? Ой, жоқ қой, ол ана жақта жылап отыр. Енеңіз шығар онда? Ой, жоқ қой, енем емес, енем болса хабарласпайтын едім ғой. Енді кім жоғалды сонда? Мысығым жоғалды, мысығым. Мысық? Мысыққа бола шақырдыңыз ба сонда? Күлмеңдер ем, анша-мұнша емес ол. $4000 тұратын мысық ол. $4000? Қалай жоғалды, тауып береміз ғой? Білмеймін, есімде жоқ, просто әйелім үй жинаймыз деп мысық пылесостың дауысынан қорқады. Сосын ол қашып кетпесін деп мысықты алдында коробкаға салдым, коробканың алдында диванның астына салдым. Содан кейін жоқ, таппай қалдым. Диван, кешіріңіздер. Ассалаумағалейкум, көрші. Жаным, амансың ба, бауырым? Елдің көршісі, көршіміз көрші емессіз бе не? Жоқ қой, не? Бір ауыз аша жасамадық ба? Без проблем, мен замын. Кімнің үйінен бастаймыз, қай көрші? Қараңыз, дядя Володя қайсы болып кетті. Дядя жасауға болмайды. Не, дядя Серега ол көшіп кетті, дачаға көшіп кетті. Ол қашан кетіп қалды, үй бос. Иә, анау Санжар ол есігін ашпайды ешқашан. Өмір сондай ғой. Иә, менің жағдайым жоқ, сол үшін сіздің үйде жасайық бүгін. Жарай ма? 5 минут қалып жүріңіз. Қош келдің, көрші. Естідіңіз ба? Марат әйеліне iPhone 11 Pro алып беріпті ғой. Қош? Я еще карантинде. Күшті. Базар жоқ, мағалаты күшті. Естідіңіз ба? Шағады күшті дейм. Ой, тұра тұрыңызшы. Сәбит әйеліне шуба алып беріпті, білесіз ба? Тура жаз келе жатыр. Сәбит әйеліне шуба алып беріпті? Базар жоқ, әйеліне алып беріп отыр ма? Мықты. Шағады күшті. Ой, тұра тұрыңызшы. Жәсік бар ғой, әйеліне машина алып беріпті. Жәсік әйеліне машина? Иә, күшті. Карантинде. Базар жоқ. Әйелі қатшақ сөретін тұр ғой, Дос, естідіңіз ба? Дайырға әйелі шөлдерін деген ғой, сүтте Кока-Кола алып беріпті. Дайыр әйеліне Кока-Кола алып беріпті? Түсіндім. Кока-Кола ішкім кеп тұр ғой, қазір әкеп берем. Ту, осындай кезде намекті түсіне қаласың, Енді ақша жоқ қой, не істеймін? Так, официант! Иә, тыңдап тұрмыз сізді. Первый сорпадан ішетін не бар? Білесіз ба, өкінішке орай, первый жасайтын повар бүгін жұмысқа шықпай қалып карантинге байланысты. Онда второй тамақтарда не бар жейтін? Ол второй тамақ жасайтын повар тоже шықпай қалып жұмысқа карантинге байланысты. Ладно, маған кофе әкеп бере салшы. Кофе жасайтын адам бүгін жұмысқа шықпады карантинге байланысты. Не бар сендерде жейтін? Счет бар. Қандай счет, ештеңе жеген жоқпын ғой. Ой, братан, жаңағыдан бері миын жеп тұрсың ғой. Қандай миын жеп тұрсың? Төлемей мен счетыңды. Отыр давай, қазір первый, второйын шығарып жіберем. Же давай. Салатта не бар? Өкінішке орай салаттан ештеңе жоқ, салат жасайтын адам шықпай қалды жұмысқа. Алло? Дайыр, Алматыға келгендер неғып айтпайсыңдар? Давай тез үйге келіңдер, тамақ дайындап қоямын. Бұл. Қош келіңдер, ұялмаңдар. Тачо, тамағында кел, давай, тез. Ой, нормально, давай, тамақ кел. Колобокқа звондайды, қарны ашып кетші да. Давай. Алло, Кала. Алло. Үйде. Еш кеп кетсіңдер үйге тамаққа. Рахмет елге. Тачо, кешегі тамағымды алып келсейші бұл тез. Ашып кетті ғой ол. Іштен кетпейді, әкеле бер. Қарны ашып кетті, звондашы колобокқа, барып қайтайықшы.
қоймайды екен. Бір емес, екі емес. Yol sağ ol. Ай, молодец, мала. Ешкім жоқ па? Аягөз, түсінші. Мен әйелі бар адаммын, үйленген. Мен әйелім жақсы көремін. Әйелім мені жақсы көреді. И чё? И, в общем, біз бірге бола алмаймыз. Никак. Сен ешақсың ба? Не? Тупойсың ба сен? Мен саған не бірге болайық деп айттым ба не? Қуат екен ғой мұны? Жоқ, сен бағана съемкада бүйтіп істедің ғой маған қайта-қайта. Ей, мен саған істейтінім мұрның астында бірдеңе тұр, алып таста деп жатырмын. Кстати, қайда ол? Мана тұрды ғой. Біз жеп қойдың маған. Қан қашып